Сәлеметсіздер ме, құрметті әлеуметтік желіні қолданушылар. Елімізде болып жатырған сот реформасына байланысты көптеген заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді және жаңа заңдар қабылданды. Соның ішінде Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексіне көптеген өзгерістер мен толықтырулар енгізілді және Қазақстан Республикасындағы әкімшілік, рәсімдік, процестік кодексі қабылданды. Қарапайым халықты былай қойғанда, тәжірибелі заңгерлердің өзі осы өзгерістерді қадағалап отырудың мүмкіндігі шектеулі болуы мүмкін. Осыған байланысты әлеуметтік желі қолданушыларды еліміздегі сот жүйесінде болып жатырған елеулі өзгерістерді және Атырау облыстық соттарының қызметімен хабардар етіп отыру мақсатында Атырау облыстық соты әлеуметтік желіде тураби хабарын жүргізеді. Хабардың жүргізушісі мен Атырау облыстық сотының судьясы Сағат Хасан Қаламғалиұлы. Бұл хабарда тәжірибелі судьялар жекелеген тақырыпта сот тәжірибесіне түсінік береді және желі қолданушылардың толғандырып жүрген сұрақтарына жауап береді. Сонымен қатар хабарға кеңсе мамандары, медиаторлар, психологтар және белгілі заңгерлер қатысады. Бүгінгі хабардың тақырыбы карантин кезіндегі сот ісін жүргізу. Карантинге байланысты біз бірнеше осындай хабарларды жүргізу ойымызда бар. Студиямыздың бүгінгі қонақтары Атырау облыстық сотының кеңсе меңгерушісі Шолпан Ізмұханқызы Амантаева және ақпараттық технологиялар және ақпараттық ресурстарды қорғау бөлімінің басшысы Жандарбек Жұмалин. Шолпан Ізмұханқызы, театр киім ілгіштен басталады деген қанат сөз бар. Сотта іс жүргізу талап арызды сотқа қабылдаудан басталатыны белгілі. Карантин кезінде облыс соттарына талап арыздардың түсу көрсеткіші қандай? Сотқа жүгіну карантинге дейінгі кезеңмен салыстырғанда азайды ма, әлде көбейді ме? Осы сұраққа жауап беріңізші. Сәлеметсіздер ме? Өздеріңіз білесіздер, 2020 жылдың 16 наурызынан бастап елімізде төтенше жағдай жарияланған болатын. Ол 11 мамырға дейін аяқталғанмен карантиндік шаралар, шектеулер әлі күнге дейін сақталды. Сол кезде төтенше жағдай жарияланғаннан бастап Атырау облысы соттарына 1989 талап арыз келіп түссе, олардың 60-ы қабылдаудан бас тартылып, 573 талап арыз арызданушыға кері қайтарылды. Ал 1042 талап арыз бойынша азаматтық іс қозғалды. Екінші сұрағына тоқталсақ, яғни карантиндік режимде сотқа келушілердің саны азайды ма делінсек, статистикалық мәліметтерге сүйенсек, карантиндік режимге дейін де сотқа келушілердің, сотқа арызданушылардың азаматтық істер бойынша саны едәуір, яғни 50% азайды. Яғни 2019 жылдың бірінші жартыжылдығы мен 2020 жылдың бірінші жартыжылдығын салыстырсақ, талап арыз берушілердің, яғни сотқа азаматтық тәртіппен жүгінушілердің саны 50% азайып отыр. Ал нақтылап кетсек, 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында сотқа 5398 талап арыз келіп түссе, ал 2019 жылдың бірінші жартыжылдығында сотқа 13978 талап арыз келіп түскен. Олардың бәрі өздерінің мәні бойынша қаралып, аяқталды. Бүгінгі күні сот ісі жүргізуде қолданылатын ақпараттық технологиялардан қарқынды дамыған айтқан жөн. Еліміздегі соңғы жағдайларға байланысты сот ісі жүргізуде қолданылатын ақпараттық технологиялардың қатары айтарлықтай кеңейді. Яғни сот кабинеті сервисі. Соңғы жағдайларға байланысты соттарда өз жұмысын онлайн форматқа көшірілді. Яғни жоғарғы соттың бастамашылығымен бұған дейін де бірнеше пилоттық жобалар іске асырылған болатын, яғни смарт сот жобасы және тағы басқа жобалар. Осылардың арқасында бүгінгі күні бір айта кетерлік жағдай, барлық соттардың барлығы сот отырыстары онлайн форматта қаралып жатыр және келіп түскен талап арыздардың барлық құжаттар сот кабинеті сервисі арқылы келіп түсуде. Оған сот кабинеті сервисі туралы әрі қарай әріптесім жалғастырады. Келесі сұрақ Жандарбек сізге. Карантин кезінде азамат талап арыз беру үшін сот кеңсесіне бару міндетті ме? Өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Сот кабинеті қазіргі карантин уақытына байланысты сотқа азаматтардың келу қажеттілігі жоқ.
ол үшін жоғарғы соттың сайтында орналасқан сот кабинеті сервисі бар. Бұл сот кабинет сервисі, бұның ішінде сотта берілетін құжаттар және сотқа тапсырылатын құжаттардың толықтай алуға мүмкіндігі бар. Айта кетерлік сұрақ, бұнда бірінші талап арыз беруге сот кабинетіне электрондық цифрлы қолтаңба арқылы кіріп немесе тіркеліп, жаңағы сервистер деген бөлігінде, азаматтық істер жөнінде бірінші сатта деген бөлігіне кіріп, талап арыз бөлігін ашу керек. Сонда талап арыз бөлігінде ары қарай көрсетіліп тұрады, жаңағы талапкерді және жауапкерді толтыратын жері бар. Сол толтыратын жерден кейін ары қарай талап арызды және қосымша жолданатын құжаттарды тіркеу керек болады. Жаңа қажетті құжаттардың бәрі тіркелгеннен кейін екінші қолтаңбамен қол қойып талап арызды жолдау керек болады. Рахмет. Сот кабинеті сервис арқылы сотқа талап арыз беру үшін не істеу керек? Сот кабинеті арқылы бірінші азаматтар электрондық цифрлы қолтаңбамен тіркелгеннен кейін сол сот кабинетіне ену арқылы жаңағы бірінші сатыда талап арыз беру бөлігінде талап арыз беру немесе шағым беру деген бөлігінде талап арыз деген таңдау қажет. Одан кейін жаңағы мүлікті емес деген бөлігінде таңдаулар болады. Сот кабинетінен талап арыз беру мүлікті мүліксіз деген жерінен кейін жаңағы сот тараптарының мағлұматтарын салу керек болады. Бұнда талапкерді және жауапкерді немесе оның заңды өкілін. Одан кейін жаңағы талап арыздың мәтінін салу керек. 200 символдан тұрады, ол жерде бастапқы мән жөнінде. Одан кейін талап арыздың жаңа қол қойылған түпнұсқасы, одан кейін талап арызға қоса жолданатын құжаттар. Жолданғаннан кейін, тіркелгеннен кейін ары қарай сілтемесін басып қол қойылады. Одан кейін қол қойылғаннан кейін жаңағы тапсыру тауыны басып шығарылады. Келесі сұрағымыз, бүгінгі күні республика бойынша сот кабинетіне қанша құжаттар келіп түсті? Қазіргі таңда айта кетерлік, сот кабинеті арқылы Қазақстан Республикасының соттарына 6.842.630 құжат түскен сот кабинеті арқылы. Рахмет, түсінікті. Сот кабинетінің артықшылығы неде? Сот кабинеті дегеніміз, ол сот кабинетіне артықшылығы, ол сот кабинеттің Қазақстанның қай жерінде болса да ғаламторға қолжетімділік бар жерден компьютер арқылы, дербес компьютер арқылы немесе ноутбук арқылы ЭЦП қолданумен әр соттарға, жердегі орналасқан соттарға талап арызды немесе шағымдарды жолдауға мүмкіндік береді. Желі қолданушыларға карантин кезіндегі сотқа жүгіну тәртібі түсінікті болды ғой деп ойлаймыз. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі хабарға дейін қош сау болыңыз.